Құрметті YouTube көрермендері, мен сіздерге алдыңғы сабақтарымда осындай әдемі жастық жалардың тігілуін көрсеткенмін. Енді бүгін осындай оюмен де жастық жалардың тігуін ұлттық өнерімізді, ұлттық ою өрнектерімізден осындай жастық жалар тігуді көрсеткенбіз. Енді бүгін мен сіздерге кесте өнерін мен көрсеткім келіп отыр. Кесте өнері халқымыздың ежелден келе жатқан қол өнерінің бірі. Бұны менен жастық жаларды және көрпелерді киімнің алдына, өңірлеріне осындай әдемі кестелер тігуге болады. Бұл кестенің түрі өте көп. Баспа кесте дейді, біз кесте дейді, ilmek бізбен тігетін. Соның ішінде мына шприздің инесі менен тігетін осындай бір әдемі кесте бар. Мен сіздерге содан көрсетейін деп отырмын. Бұның арнаулы базарда біздер сатылады. Сонымен қатар қолдағы біз мына шприздің инесімен 12 размерлі инені осындай даярлап алып, мынандай кішкене иненің басын мына жерін ары қарай шегінмен кесіп аламыз. Сол кесіп алған тесікке мына жібімізді өткізіп ортасынан осылай қарай өткізіп аламыз да тіге бастаймыз. Мынадан былай қарай өткізіп біз жіпті осылай иненің басындағы кішкентай тесікшеден осылай өткізіп аламыз жібімізді. Біз мына жақ жібімізді өткізіп керек. Енді мен сіздерге қолдағы осы бар затыменен тігуді көрсетейін. Кестемізді тігу үшін осындай кесеге болсын, дөңгелек арнаулы затына болсын кесте тігетін ұстап тұруымыз керек. Осындай кестемізді тіге бастаймыз.